Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін сіздерге пайдалы әрі тойымды анемиясы бар жандарға арналған оңай салаттың рецептін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Видеоны көрмес бұрын менің инстаграм парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Мерей Бекенқызы. Алдымен бізге керек заттар: піскен қызылша, алма, грек жаңғағы қажет болады. Осы үш қана заттан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үккішті алып, міндетті түрде піскен қызылшаны қолданамыз. Қызылшаның денсаулыққа пайдасы өте зор. Міндетті түрде қызылшаны көп қолдануға тырысыңыздар. Қызылшаның екеуінде үккіштен осылай өткізіп аламыз. Ары қарай алмаларымызды өткіземіз. Алманың да денсаулыққа өте пайдасы зор. Және де бұл салатқа керек заттар барлық үйде табылады деп ойлаймын. Барлық алманы үккіштен өткізіп аламыз. Қызылшаны пісірер кезде қақпағын жауып пісіріңіздер. Ол құрамындағы дәрумендердің жоғалуын тоқтатады. Және де қызылшаның түбін кеспей, сабағын толық кеспей, бірнеше сантиметр қалдырып пісіріңіздер. Сонда қызылшамыз дәмін жоғалтпай, түсін де жоғалтпай, қып-қызыл болып пісетін болады. Қызылша мен алманы осылай үккіштен өткізіп алғаннан кейін қасықтың көмегімен бір-біріне біріктіріп, осылай араластыратын боламыз. Және де дайын салатын ыдысқа салып, бетіне әсемдік ретінде грек жаңғағын себелеп салып, ұсына береміз. Өте дәмді салат болып шығады. Арасына тұз қоспаймыз, өйткені бұл салаттың пайдалылығы сонда. Тұз қоссаңыздар, тұздың білесіздер ағзаға зиян екенін. Сондықтан бұл салатқа тұз қосылмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үлкен кісілерге де, балаларға да жеуге болады. Менің каналыма жазылып, әрбір менің шыққан рецепттерімді көру үшін жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Хош сау болыңыздар.